Біз кез келген компьютерді қосқан кезде осындай рабочий стол ашылады. Яғни рабочий стол дегеніміз жұмыс үстелі. Компьютерді қосқаннан кейін біз ең бірінші кезекте осындай Windows операциялық жүйесіне кіреміз. Біздің қазіргі уақыттағы үнемі қолданып жүретін, үнемі біз жұмыс жасайтын программа операциялық жүйе бұл Windows операциялық жүйесі. Көбінесе 10-шы немесе 11-ші операциялық жүйелер. Ең бірінші кезекте папка ашуға болады. Мысалға, сіздерде мышка болады, менде интерактивті доскаға арналған ручканың бар. Сол себепті мен осылай басып тұрамын, ал сіздер мышканың оң жағын басасыздар. Создать дегенді бассаңыздар, яғни қазақша құру дегенді бассаңыздар, осы рабочий столда, яғни жұмыс үстелінде кез келген заттардың кез келген біреуін жасап алуыңызға болады. Яғни ең бірінші папка. Папка дегеніміз, яғни кәдімгі бүкіл құжаттар мына жерде тұр ғой. Бір неделя деп тұр, одна неделя, яғни бір апта деп жазылған. Папканың ішінде бірнеше документтерді сақтауға болады. Мысалы, папка деп сақтайық. Жазамыз. Сіздерде клавиатурада осылай клавиатура шығады. Өздеріңіздің қолдарыңызда болады ғой клавиатура. Бас әріптерді жазу үшін Shift пернесін басамыз. Мына жерде Shift пернесі тұр. Shift пернесін басып тұрып жібермей, кез келген әріпті таңдап басамыз. Сол кезде басып жазылады. Ішіне кіреміз. Ішіне кіргенде осылай сіздерде папканың терезесі ашылады. Терезе деген кезде біз кез келген документті жаңада ашқан кезде ағына дейміз ғой енді. Кез келген документ ашқан кезде, мысалға Word ашқан кезде, немесе папканы ашқан кезде, соның ашылған жерін біз терезе дейміз. Бұл папканың ішіндегі терезе. Енді бұның ішіне біз қараңыздар, мына жерде мен мына документті былай салсам болады. Сіздер мышканы ұстап тұрып, жібермей тұрып алып барасыздар. Печатқа жіберуге болады, тура осы жерден баспаған принтерге. Енді біз одан бөлек отправиттің мына жерде мынандай кнопкасы, мына отправить емес, мынаны басамыз. Сол кезде сіздер мысалға рабочий столға жіберсеңіздер болады, ярлық ретінде деген сияқты тұрған жеріңіз. Одан бөлек сіздер атын өзгерте аласыздар, временно етіп, мысалы мына жерге временно десеңіздер, атын өзгертуге болады. Осылай ауыстырамыз. Енді қараңыздар, бізде папкамыз бар. Рабочий стол не екенін білдік. Қалай біз Word документті ашамыз. Осылай басып тұрсаңыздар, бұл жерде создать деген бутон ашылады. Создатьты бассаңыздар, бұл жерде кез келген осы тізімнің ішіндегі кез келген документті ашсаңыздар болады. Мысалға Microsoft Word. Жаңадан Microsoft Word документ аштық. Енді әрі қарай осы Word документтен жұмыс жасасаңыздар болады.